Мына қыздар, бірінші біз түп нұсқаны салып аламыз. Мына суреттегідей, жоғарыдағы суреттегідей осы көйлекті қазір пішіп көреміз. Ол үшін біз мына жерден 4 сантиметр тастадық. Бұл жерде тастағанымыз бұл түйме қадайтыны болып саналынады. Мынандай. Енді мына үш нені сызып отырмын. Сызық біркелкі. Осы сызықтарды біз 1 сантиметр етіп, міне осының арасын 1 сантиметр етіп ашып саламыз. Міне әр қайсысының арасын. Суреттегідей 3 складка түседі. Мына түймеге 4 сантиметр, бұның жартысы ішке қарай бүктелінеді. Иығы 14 емес қыздар, 13 мына жерде мен қате жазып қойыппын, 13 сантиметр. Міне біз бірінші мойын саламыз. Мойыны бізде 17-ні бөліп салдық. Ол мына жерге келді. Арқасын біз 3 сантиметр аламыз да, алдын 8 сантиметр алдым. Міне тура осылай түп нұсқаны сызып үйреніңіздер бірінші. Түп нұсқадан кейін біз моделировать ету өте жеңіл болады. Міне қазір мен осы нені алдындағы складкасын ашып көрсетпекшімін сізде. Міне қазір мен мына жерде айттым ғой, 1 сантиметрден ашып саламыз дегенді. Тура осылай біз қырқып аламыз. Міне қағазға салып пішкен өте жақсы, ыңғайлы болады. Міне кесіп алдық. Енді мен мына жерге линейканы қоямда, осы түзудің бойына салып көрсетем. Міне араларын 1 сантиметрден ашып саласыздар. Бұл жерде суреттегідей складка болады. Міне 3 складканы тіге саласыздар, тігу керек бұны. Бұл жерге ешқандай выточканы мына салынбайды. Көрдіңіздер, мына 4 сантиметрдің 2 сантиметрін ішке қарай, артқа қарай бүктейсіз да, түйме қадайсыз. Мына ұзындығы дпсы 42 болған, белі 36-ны бөліп салдық. Міне моделировать ету деген тура осы. Осының бәрін кейін тігіп болсаңыздар, мынандай әдеме болып складкасы манан шығады. Міне көрдіңіздер, мұқият қарап, осыны көріп үйреніп алыңыз. Бұл 44-ші размерге салып отырмын. Міне арқасы да тура солай пішілді бізде. Міне тура үсті пішесіздер. Бірінші адам лекал дайындауды үйреніп алу керек. Сіз уже лекал дайындай алатын сияқтысыз ғой. Біз енді етегін аламыз. Етегін өздеріңіз қалауынша ұзындығын аласыздар. Мен не жерден 80 алып отырмын. Етегіне тағы балан жалғағым кеп тұр. О баланымыз осы жерде жалғанады. Мен мына жерден артықтау, мына жерге шейін, міне осы жерден мына жерге шейін 20 сантиметр алып отырмын, қыздар. Көрдіңіздер, бұның бәрі сборкаға істесеңіз, көбірек сборка болса, өте әдемі штапель матадан. Енді мынау астыңғы баланы істегілеріңіз келсе, бұны да тура солай. Міне үстіп аласыздар да, мынаған қарағанда, міне мына жерден, міне астыңғы баланына мен 15 сантиметр алып отырмын. Міне 15 сантиметр алдым. Бұны да мына жерге сборкалайсыздар. Тура суреттегідей. Суретте 2 сборка қойылған. Мен біреу-ақ қойып отырмын. Қаласаңыздар кесіп 15-15-тен қоя бересіздер. Етегін тура осылай пішіп аласыздар. Түсінікті болды деймін. Сіздерге жеңді көрсетем. Мен жеңді 30 сантиметр алдым. Сіздер қалағаныңызша ұзындығын 60 болса 60 аласыздар. Бұл 44-ші размердің несі 20. Мына жермен мына жерге біз 10
6 сантиметр аламыз. Міне 16, мына жерден мына жерге шейін 16 алып, бұлай 17-ні аламыз. Бұған 2 қосасыздар. Кеңдеу болу үшін 2 қосқан кезде ол осы жерге келді. Неде 1 сантиметр артық болып тұр. Енді бізге бұны қатты кең істегілеріңіз келсе, мына линейканы қойып қойдым. Тура осылай сызып, ұзын қып, барынша кең ала беріңіздер. Мына несін кеңдігін 20-21 қып алсаңыздар, бұл жерге резинка әлі жаңа балан қойып тіге саласыз, резинкамен айландырып. Міне жеңді түп нұсқасы тура осылай салынады. Алды біраз бұлай ойлады. Міне көріп тұрғандарыңыздай бүйтіп алдыңғы жағын ойып аламыз. Осылай арты, мынау арты. Мына арты, мынау алды болып тұр. Түсінікті болды деймін. Тура осылай сіздер түп нұсқаны сыздыңыздар, барынша кең қып алыңыздар. Өйткені бізде иығында да сборкалары өте тамаша кеңдеу болып тұр. Бұл штапельден, шолктан, шифон матадан тіксеңіздер болады.